адамның мінез құлқы қолтаңбасынан байқалады. Жолдан төмен түсіріп жазатындар өте пессимист, өмірге сенімі жоғалған жан, немесе сол сәтте көңіл күйі нашар болғандар. Еш қисса айтпай түзу жазатындар, бірбеткей, айтқанынан қайтпайтын адамдар. Оң жаққа қисайтып жазатындар, табанды, мақсатқа жетуді ойлайтындар. Сол жаққа қарай қисайтып жазатындар, өте тынымсыз, еңбекқор жандар. Олардың көңіл күйлері тұрақсыз, сәт сайын мың құбылып тұрады. Сондықтан мұндай адамдармен аралассаңыз, міндетті түрде шыдамды болуыңыз шарт. Әріптерді бояп, бірнеше рет бастырып жазатындар көбіне өкпешіл, ренжігіш болып келеді. Оларда кекшілдік те бар, әсіресе ұсақ жазу иелерінің кекшілдігін ештеңемен салыстыру мүмкін емес. Әріптерді ұсақ әрі әдемі жазатындар өте ұқыпты, ұяң, ешкімге сырын аша бермейтін тұйық жандар. Олар айтқанын орындайтын бір сөзділігімен көпшіліктің құрметтісі болғандар. Ірі әріптермен үлкен-үлкен етіп жазатындар өте жомарт болып келеді. Олардың қайырымдылығында шек жоқ. Бұлай көбінесе нашар оқитындар жазады. Алайда үлгерімі төмен жандардың көпшілігі қолғабыс етуге әзір тұратын, жұртқа жақсылық жасауға бейім адамдар болып келеді. Түсініксіз, адам танығысыз етіп, қыңыр қисық етіп жазатындар өте көңілді жандар болғанмен, өзінше шешім қабылдай алмайды.